Қайырлы күн, саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Біз матсауаттылықтан нұсқа талдауды ары қарай жалғастырамыз. Абзал ас бөлмесіндегі шай ішетін төрт бұрышты үстелдің барлық бұрыштарын аралап кесіп тастады. Үстелдің бетінің пішінін жасайды. Демек, төрт бұрышты стол тұрды, төрт бұрышты стол тұрды. Осы не істеді? Әр бұрышын аралап кесіп тастады, яғни былай аралап кесіп тастайды. Сол бізде пайда болған фигура, мынандай фигура. Так, демек осыны бұрышты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, яғни 8 бұрышты пішін пайда болды деп айта саламыз. Келесі заңдылықты анықтап келесі санды табыңыз. Енді 1-ден 3-ке дейін бізде 2 деген сан қосылып жатыр. 3-тен 7-ге дейін бізде 4 деген сан қосылып жатыр. Жаққа жазайыншы енді қазір болсын. Так, былай қарай 4 деген сан қосылды. Енді 7-тен 8-ге 15-ге дейін 8 деген сан қосылды. 15-тен 31-ге дейін 16 деген сан қосылды. 31-ден 3-ге дейін 32 деген сан. Байқасаңыздар 2-ге көбейтіліп кетіп жатыр. Яғни келесі қосылатын сан бізде ол 64 болады да. Демек 64-ге 63-ті қоссақ 127 деген сан бола алады. Келесі үшінші есеп 27-нің n дәрежесінің барлығын қосыңыз. Мына жерге бірнеше қосынды бар. Тең 3 көбелек 10-ның 24 дәрежесі n-нің мәнін табыңыз дейді. Енді 27-нің n дәрежесінде бізде нешеу бар санайық? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бар екен. Демек 9 көбейту 27-нің n дәрежесі тең 3-тің 2024 дәрежесі деп жазамыз. Енді оқушылар мына 9 деген санды біз 3-тің квадраты етіп жазамыз. Мына 27-ні біз 3-тің 3 дәрежесі дейміз. Анда n көбейтіліп тұрады. 3-тің 2024 дәрежесі. Енді мұнда негізі бірдей болса, оқушылар онда көбейтіліп тұрса, олардың дәрежелері қосылады. 3-тің дәрежесіне біз 2-ні қосамыз, тең 3-тің 2024 дәрежесі. Мұнда енді негіздері бірдей болса, оқушылар онда негіздерін тастап кетеміз де, біз 3-тің тек дәрежелерін теңестіреміз. 3-тің n дәрежесі тең 2024-ке қосылған 2. Ана 3-тің n дәрежесі тең 2026 болады. 2022 болады, азайтады екенбіз. 2022, бұдан n тең 2022-ні біз бөлеміз 3-ге. Қазір бөліп жібере салайын. Так, 2022-ні біз 3-ге бөлсек 674 деген шығады. Яғни с нұсқасы дұрыс болады. Келесі, саяхатшылар автобуспен жүрді. Саяхатшылар әр сағат сайын жүрген жолдарының медианасын табуымыз керек. Енді біз әр сағат сайын жүрген жолдарын бірінші сағатта бізде 60 км жол жүрді, 60 км. Екінші сағатта бірінші сағатқа қарағанда 1,1 есе артық дейді. Яғни 60-ты 1-1-ге көбейтсек, онда 66 км жүрген болады. Екінші сағатта 66 км. Үшінші сағатта 60 км жол жүрген. Төртінші сағатта екінші сағатта жүрген жолының 11-ден 10 бөлігін жүрді. Яғни 66-ны екінші сағатта 66 жүрді ғой. Осыны 11-ден 10-ға көбейтеміз, қысқартсақ 6 тең 60 шығады, 60. Демек енді ретімен жазып алайық. Өзі ретімен 60-тан бізде екеуі бар. Одан кейін бізде 65 және 66. Медианасын табу үшін бізде сандар қатары 4 сан болғандықтан ортада 2 санды қосып 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлеміз. Сонда біз 125 2-ге бөлсек 62,5 болады. Яғни бұл нұсқасы дұрыс болады. Келесі, меншікті жылдамдығы 22 км сағат болатын пароход ағыспен 1 сағат 15 минут жүретін жолды ағысқа қарсы 1 сағат 30 минут жол жүрді. Ағыс жылдамдығын табыңыз дейді. Енді жалпы формула бізде ағыспен бірге болған кезде, ағыспен бірге жүзген кезде бізде мынандай формула болады. В пароход қосылған В ағыс кетеді. Көбейтілген Т1 дейікші. Мынау бізде Т1 болсын. Яғни жүзгендегі. Ал ағысқа қарсы жүзгендегі теңдеуіміз біздің қалай болады? S тең В пароход азайтамыз ағыс жылдамдығын. Қазір 1 минут ағыс жылдамдығын азайтамыз. Көбейтеміз Т2-ге. Мынау бізде Т2 болсын. Т2. Енді бізде өлшем бірлігін қарасақ километр сағат метр. Демек мынаны біз барлығын сағатқа айналдыруымыз керек. Т1-ді сағатқа айналдырса 1 сағат 15 минутымыз болады. 15 минут деген сол 4-тен 60-ты 15-60-қа бөлсек, немесе бөлшекке келтірсек, бұны аралас бөлшектен бұрыс бөлшекке 4-тен 5 болады.
екінші сағатты қарасақ, ол бізде 1,2/1, яғни бұл 2-ден 3 сағат болады. Енді оқушылар бүйтеміз, мына S-тар бір-біріне тең болғандықтан 2 теңдеу бір-біріне теңестіреміз. Яғни пароход қосылған V ағыс көбейтілген T1 тең пароход азайтылған V ағыс көбейтілген T2 болады. Енді давайте орнына қойып есептейік. Мұнда пароходтың жылдамдығы 22-ге тең, плюс V ағысты біз X деп алсақ табатын нәрсеміз. T1 бізде 4-тен 5 тең 22-ден азайтамыз X-ті, көбейтеміз 2-ден 3-ге. Так, енді қысқартып жіберсек болады, мұнда 2-ге қысқарады. Енді мынандай бір бөлшек болады, бізде жақшаны ашып жіберсек, мына 5-іміз мына көбейтілсе 110 плюс X бөлінген 2 тең, жақшаны ашып жіберсек, бізде 66 минус 3X болады. Енді мына 2-ні мұнда көбейтіп жіберсек, мына жерге жаза берейін. 110 қосылған 5X тағы ұмытпай қалдым, 5X тең болады. 66-ны 2-ге көбейтсек, бізде 132 минус 6X болады. Енді давайте минус 6X келесі бетке плюс 6X қосылады, 11X болады. 132-ден 110-ды алсақ, бізде 22 болады. Бұдан X бізде тең болып шығады 2 км бөлінген сағат, яғни ағыстың жылдамдығы бізде 2 км сағатына деген жылдамдықпен жүзеді. Келесі, тор көздің ауданын, әр тор көздің ауданы 1 см квадрат болса, қабырғаларға жапсырылған бағыт көрсетуші белгінің ауданын табыңыз дейді. Енді қарасақ, мына жерге дейін даже бір бөліп алсақ болады екен. Так, қазір 1 минут. Міне. Мына жердің ауданы бізде белгілі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 см квадрат бар. Арғара мына бір бөлікті біз бір-біріне қосып жіберсек, мынаны кесіп алып, жерге апарып былай алмастырсам, онда 2 см квадрат шығады. Енді мына бөлік қалды ғой менде. Осында мына жартысын алып, мына жерге апарып жапсырып, онда бұл жерден тағы да 2 см квадрат шығады. Сонымен 16 см квадрат болады. Так, B нұсқасы болады. Ары қарай келесі, А мен B-ның қайсы бір мәндерінде А минус B 1,2-ге тең болса, онда 6 бөлінген B минус А-ның мәнін табуымыз керек. Енді 6 бөлінген B минус А-ны мен А минус B деп алмастырып, минусын жақшаны сыртына шығарып алсам болады. Сонда 6 бөлінген минус, мына орнына алып келіп 1,2-ні қоямын. Сонымен менде минус 5 деген жауап шығады. Келесі, қаңтар айының басында 75 ірі қара сиыр бар шаруашылық әлі 184 күнге жететін, бұл бар екенін біліп, көрші шаруашылықтан 40 бас ірі қара келді. Демек 40-қа 75-ті қоссақ бізде 115 болады ғой. 115 сиырға азық қанша күнге жетеді дейді. Демек біз мына жерде кері қатынаспен шығарамыз. Сонда біздің пропорциямыз былай болады. 75-те X, 115-те 184 деген. Бұнда жағдайда өйткені мынау күн саны кеміп кетеді ғой, ірі бас. Яғни сиырдың саны артқан сайын, оның азық жейтін күннің саны кеміп кетеді. Сол себепті кері пропорциямен шығарамыз. Осы жерден X тапсақ, пропорция деген міне 75-ке көбейтеміз 184-ті, бөлеміз 115-ке. Так, 75-ке көбейтем 184-ті, бөлемін 115-ке, менде 120 шығады. Демек 120 дегенім ол менде 4 ай. 120-ны себебі 30-ға бөлемін, сонда ол жететін жаңағы азық болып саналады. Келесі, 20% және 90% қышқыл ерітінділері бар. 50% жаңа ерітінді алу үшін ерітінділердің қатынасы қандай болуы керек дейді. Жалпы бұл жерде мынандай бір қатынаспен шығарамыз. Мысалға X плюс Y-ті біз 1,5 деп қарастырсақ, екеуін қоссақ 1,5, екі ерітіндіден. Енді X-тан мен 20% деген сөз, біріншісінен 20% ол 0,2 бөлігін қарастырамыз. Ал 90% деген 0,9 бөлігін қарастырсақ, бізде 50% жаңа ерітінді пайда болды дейді. Демек, 0,5 көбейтілген 1 деп қарастырамыз. Яғни міне, осы теңдеулер жүйесін шешеміз. Осы жерден бірінші теңдеуге мен 0,2 деген санды көбейтіп жіберейін. Сонда мынандай теңдеу пайда болады. 0,2x плюс 0,2y тең 0,2. Асты 0,2x плюс 0,9y тең
0,5. Енді осы жерден біз азайтып жіберсек, онда мыналар қысқарады. Мына екеуін азайтылса 0,7 y тең, мына екеуін азайтылса 0,3-ке. Бұдан 7y тең 3-ке деп алсақ болады, y тең 3 бөлінген 7. Осылай қалсын. Енді осыны мен мына бірінші теңдеуге апарып қойсам, орнына бірінші теңдеуге қойсам, сонда x плюс 3 бөлінген 7 тең 1. Бұдан x тең 1 минус 7-ден 3. Так, ортақ бөлім берен 4-тен. Бұдан 4 минус 7-ден дегенім 7 минус 3 бөлінген 7. 4 бөлінген 7. Бізге айтады, алу үшін ерітінділер қандай қатынаста болуы керек дейді. Демек, біз қандай қатынаста болу керек екенін табу үшін x-тің y-ға қатынасын табуымыз керек. X дегеніміз 4 бөлінген 7-ні, бөлеміз 3 бөлінген 7. 4 бөлінген 7-ні көбейтуге айналдырып жібереміз да 4 бөлінген 3 қатынаста шығады. Яғни С жауабы дұрыс болады. Әрі қарай кеттік. Кестені пайдаланып оқушылардың бойларының ұзындықтарының арифметикалық ортасын табыңыз дейді. Бәрін қосамыз. Калькулятормен қосайық. 144 қосамыз 162 қосамыз 162 қосамыз 144 қосамыз 120 қосамыз 126. Барлығы бізде 858 болады. Так, оны нешке бөлеміз? 1, 2, 3, 4, 5, 6-ға. Так, бөлеміз 6-ға 143 сантиметр шығады екен. Демек, нұсқасы дұрыс болады. Осымен оқушылар біздің нұсқа талдау аяқталды. Келесі нұсқа талдау көріскенше аман сау болыңыздар.